Қыздар, сәлем. Мен қазір песто соусын жасаймыз. Ол үшін бізге осындай ыдыс керек, блендердің. Осыған таза жуылған. Негізінде рецепт бойынша бізге базилик қажет, бірақ базилик таппасаңыздар или базиликтің дәмі сіздерге ұнамаса, мен сияқты шпинат қолдануға болады. 10 грамм чесногымыз, кедровые орехи. Барлығының өлшемдерін жазып қоям посттың астына. Пармезан ірімшігі. Күштен өткізіп саламыз. Лимонның соғы. Лимонның соғын сығып алдым міне. Так, өсімдік майы 100 грамм. Не 100 грамм. Қара бұрыш. Қыздар, міне барлығы дайын болды. Енді блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Песто соусымыз дайын болды. Міне осындай болу керек. Қыздар, міне помидорымызды осындай жіңішке қылып тураймыз. Капреза салатымызға біздің осындай моцарелла гальвани деген сыр керек. Моцарелламызды жіңішке қылып кесіп аламыз. Қыздар, міне осындай қалыңдықта кесіп аламыз. Енді осылайынан әдемілеп тізіп шығамыз. Осылай. Үстіне песто соусын құямыз. Үстіне әдемілей осылайынан кедровые орехи сепсеңіздер болады. Әсемдік үшін осылай руккола қоямыз. Осылай рукколамен әдемілеп қоямыз.